Кальмар ойыны сериалының басты кейіпкері Ли Джун Дже бірінші маусымындағы әр эпизод үшін шамамен $225,000 табыс тапқанын білесіз бе? Сериалда 9 эпизод болғандықтан ол жалпы алғанда шамамен $2 миллион алған. Алайда бірінші маусымның үлкен жетістігінен кейін актер Netflix компаниясымен екінші маусымда жоғары жалақы алу туралы келісімге келген. Соның нәтижесінде екінші маусымда ол әр эпизод үшін шамамен $1 миллион алған. Егер екінші маусымда 7 эпизод болса, оның жалпы табысы $7 миллион құрайды. Бұл оның бірінші маусымда тапқанынан 3 есе көп. Айта кетейік, сериалдың 2 маусымы да біздің телеграм арнамызда қолжетімді. Сілтеме профиль сипаттамасында. Егер сіз тағы да осындай пайдалы және сапалы контенттің шыққанын қаласаңыз, біздің Qazaqsha Geek арнамызға тіркеліңіз. Контенттің негізін қалаушы Дулат Арафат.